Бұрынғы өткен заманда ұшы-қиыры жоқ көк теңіздің тұңғиық тереңін су перілері мекен етіпті. Перілер патшасының 6 қызы болыпты. Қаншалар сондай көрікті әдемі екен. Патшаның әйелі ерте дүние салғандықтан қыздарды кемпір тәрбиелепті. Су асты патшалығының заңы бойынша қаншалар 15-ке толғанда бір рет теңіз бетіне көтерілуге рұқсат береді екен. Жылдар жылжып патшаның кенже қызы 15-ке толады. Ол мұны көптен аңсап күткен еді. Жоғарғыға көтерілген су ханшасы жартасқа отырып алып жан жағына көз жүгіреді. Қол созым жерде үлкен кеме тұр екен. Кеменің бір ғана желкені көтеріліп, қалғаны түсіріліп қойыпты. Іші толған адамдар, барлығы салтанатты киінген. Әйткенмен, ханшаның көзі солардың ішіндегі сүйкімді бар бір жас жігітке түседі. Дәл осы сәтте аспанды қара бұлт торлап, найзағай ойнап, теңіз беті астан кестең болады. Арыны қатты толқындар кемені шайқап, суға батырып жібереді. Ханша бағанағы жас жігітті іздейді. Найзағай тағы да бір жарқ еткенде, кеменің құлдырағанын, жігіттің суда малтып жүргенін көзі шалып қалады. Ханшаның жүрегі дір етеді. Жоқ, ол өлмеуі керек. Қыз өзіне төнген қауіп қатерді естен шығарып, сынған ағаштар мен тақтайлардың арасымен жігітке қарай ұмтылады. Бірде тереңге сүңгіп, бірде толқынмен бірге көтеріліп, ханзаданы қуып жетеді. Ол кезде ханзада шаршап, аяқ-қолдары икемге көнбей, сіресіп әлі кеткен болған болатын. Су ханшасы құтқарып үлгермесе, оның өлері анық еді. Ханша жігіттің басын судан шығарып, сүйемелдей отырып, толқынмен бірге жағаға жүзіп отырады. Ақыры жағалауға жетеді. Ханша жігітті судан алып шығып, басын биік көтеріп, құмға жатқызады. Байғұс ханзаданы біреулер көріп, көмекке келер деп үміттенеді. Дәл осы сәтте биік ақ үй жақтан даңғырлаған қоңырау үні естіледі. Артынша шуылдасқан бір топ жас қыздар көрінеді. Ханша судағы жар тастың артына тығылып қарап тұрады. Қыздардың бірі сұлап жатқан жігітті көріп қасына келеді. Көргенде қатты қорқып айқайлап жібереді. Артынша қасындағыларды көмекке шақырады. Су ханшасы көп уақыт өтпей-ақ ханзаданың тіріліп басын көтергенін, айналасына қоршап тұрған қыздарға күлімдеп қарағанын көреді. Неге екені белгісіз, қыздың көңілі құлазып, жүрегі шым етеді. Өйткені жігіт бұған күлімдемеді. Өзін құтқарған су ханшасы екенін ол білмеді да. Ханша ауыр мұңға батып, су асты мекеніне қайтады. Жас ханша бұрын да көп сөйлемейтін тұйық болатын, енді одан сайын тұнжырап, өзімен өзі жүре беретін болды. Жоғарғыда не көргендерін сұраған әпкелеріне жақ ашпады. Осы оқиғадан кейін ол адамдар туралы тереңірек білгісі келді. Әсіресе кемпірдің маңайынан шықпайтын болды. Кемпір оған адамдардың жаны, яғни рухы болатынын, адам өлсе де оның рухы мәңгі өмір сүретінін айтып берді. Әже, неге бізде мәңгі өлмейтін рух жоқ? Мен тіпті адамның бір күндік өміріне өзімнің бар өмірімді айырбастар едім. Шынымен де ондай рухқа қол жеткізу мүмкін емес пе деп күрсінеді жас ханша. Жоқ, дейді кемпір, бірақ егер де адамдардың бірі сені қатты ұнатып қалса, саған бар жүрегімен жан дүниесін берсе, шіркеуде бір-біріңе адал болуға ант етіп некелеріңді қиссаңдар, сонда оның жаны сенің тәніңе тарап, сен де адамдар сияқты шынайы өмірдің дәмін татар едің. Мұны естіген қыз
Мен оған қатты ғашықпын. Онсыз өмір сүре алмаймын. Маған мүмкін теңіз мыстаны көмектесер, ақыл айтар не болса да барып көрейін деген ой туады. Білемін, сен не үшін келгеніңді, дейді мыстан. Ойға алған ісің ақымақтық. Жарайды, маған бәрібір, тілегіңді орындайын. Бірақ бұл саған үлкен қайға келеді. Сен бір ханзадаға ғашықсың, сондықтан адамдардікі сияқты мәңгі өлмейтін жаның болғанын қалайсың. Сол үшін қабыршақты құйрығыңды екі аяққа ауыстыруға барсың. Жақсы, мен саған сиқырлы бар шірткі дайындап берейін. Күн шықпай тұрып теңіз жағасына жетесің де, оның бір тамшысын қалдырмай ішесің. Сонда құйрығың екіге бөлініп аяққа айналады. Алайда ол оңайға түспейді. Денеңді өткір қанжармен кесіп жатқандай сезінесің, қатты ауырады. Осының бәріне шыдаймын десең, мен саған көмектесемін. Оның есесіне сені көрген адамдар мынандай сұлуды еш уақытта, еш жерде көрген жоқпыз деп таңдайларын қағады. Иә, бәріне келісемін, дейді қыз дірілдеп үн қатар. Шірткінің бағасы өте қымбат. Патшалықта сенің даусыңнан әдемі дауыс жоқ. Менің қалауым сыңғырлаған даусың, дейді мыстан. Қыз келісімін береді. Кәрі мыстан қызға шірткі дайындайды. Сиқырлы суын бере тұрып, есіңде болсын, адамға айналған соң ешқашан осы қалпыңа келе алмайсың. Су асты өміріңе қайтып оралу мүмкін емес. Егер сен ғашық болған ханзада басқа біреуге үйленетін болса, сол күні таң атқанда аппақ көбікке айналып кетесің, дейді. Таң енді ата бастаған кезде қанша теңіз жағасына жүзіп келіп, мыстанның дайындаған шірткісін ішеді. Сол кезде біреуі денесін қанжармен кесіп тастағандай қатты ауырады. Құйрығы екіге бөлініп аяққа айналады. Адам қалпына енген ол теңіз жағалауындағы зәулім сарайға кіріп, ханзаданы іздей бастайды. Сарайдағы әрбір есікті ақырын ашып көреді. Бөлмелердің бірінде өзі ғашық ханзада тәтті ұйқы құшағында жатыр екен. Ұйқысынан оянған ханзада қасында отырған сұлу қызды көріп, қайдан келгенін, қалайша бұл сарайға тап болғанын сұрайды. Даусынан айрылған қыз жауап бере алмайды. Ханзада қыздың сарайында қалуына рұқсат береді. Осылай күндер өтіп жатады. Ханзада су ханшасына әбден бауыр басады. Бірақ қызды қарындасы ретінде ғана жақсы көреді. Бір күні ханзада су ханшасына өзін бір қызының ажал аузынан аман алып қалғанын, сол қызды іздеп жүргенін, егер тапса соған үйленетінін айтады. Арада біраз уақыт өтеді. Сарайда ханзада көрші патшаның сұлу қызына үйленбекші, сол үшін өзінің кемесін керемет етіп сәндеп жатыр деген әңгіме өрбиді. Ақыры бір күні ханзада, мен жол жүрмекшімін. Көрші патшаның қызымен танысуым керек, бұл ата-анамның қалауы, дейді. Олар мені күштеп үйлендіре алмайды, себебі менің жүрегім басқаны қалайды. Мен өзімді құтқарған қызды ғана ойлаумен жүрмін. Егер маған әйтеуір бір қалыңдық тауып үйлендіру қажет болса, мен тек сені таңдар едім, дейді. Ханзаданың бұл сөздері қызға қанат бітіргендей болады. Су перісінің қуанғаны соншалық шыр айнала билей жөнеледі. Сарайдағылар назды бойжеткеннің әсем қозғалысын сүйсіне қарайды. Ханзада қыздың осы биімен нені айтқысы келгенін түсінбейді. Мен үшін қуанған екен деп ойлайды. Биін аяқтаған арудың маңдайынан сүйіп өзімен ала кететінін айтады. Таң ата кеме көрші патшалықтың астанасына келіп жетеді. Бұларды патша салтанатты түрде қарсы алады. Қалада үлкен мереке думан басталады. Ханзада патшаның қызын көріп, оны бірден таниды. Бұл кезінде, ханзада жағалауда жатқан кезінде, ақ үй жақтан келген қыздардың бірі еді.
Ханзада мені өлімнен осы қыз құтқарды деп ойлайтын. Ханзада су ханшасын жанына шақырып алып, мені өлімнен құтқарып қалған қызды таптым, өзіме жар етем деген есіңде ме? Сен мен үшін қымбатсың, қарындасымдай болып кеттің. Сырымды саған айтамын. Мен осынша уақыт іздеген адамымды таптым. Ол патшаның қызы. Көргенде бірден таныдым, дейді ол қуанып. Қыз ханзаданың әңгімесін ұйып тыңдайды. Өйткені ол өлімнен арашалап қалған ол емес, мен деп айқайлағысы келеді. Амал қанша сөйлей алмайды. Ханзада еш нәрсені байқар емес. Тек патшаның қызынан көз алмай қарап тұр. Жанындағы, жаны жыласа да, қатерлі іске бел буған, тіпті әсем даусынан айрылған қыздың жан дүниесін түсіне де алмады. Солай ханзада патша қызына тұрмысқа шығуына ұсыныс жасайды. Қыз келісімін береді. Сол күні екеуі шіркеу қоңырауларына дабыл қағып, қаншалар көрші патшаның қызына құда түсіп келгені туралы жар салады. Су ханшасы өзіне қанша ауыр тисе де тойға қатысады. Алайда елдің қуанышы мен көңілді әуеннің үнін естімейді. Салтанатпен өтіп жатқан неке қию рәсімін де көрмейді. Оның бар ойы басқа жақта болды. Ертеңгі күні өзіне төніп тұрған өлім сағатын, өмірімен қош айтысатын мезгілдің жақындап қалғанын ойлап мазасы кетеді. Рәсім аяқталысымен жас жұбайлар кемемен күйеу жігіттің еліне аттанады. Су ханшасы кеменің адам жоқ жеріне барып, теңізге қарап ойланып отырады. Кенет ол судан бастарын шығарып тұрған әпкелерін көреді. Олардың өңдері боп-боз, бұрынғыдай ұзын, қою шаштары желмен желбіреп көрінбейді. Барлығы шаштарын қиғызып тастапты. Әпкелері қызды өлімнен аман алып қалу үшін шаштарын теңіз мыстанына тарту етіпті. Мыстан оларға өткір пышақ беріп, күн шықпай тұрып, мына пышақты ханзаданың жүрегіне сұғып алсын. Сонда жып-жылы қан аяғына шашырап, бұрынғы құйрығы қалпына келеді. Қайтадан су перизатына айналады депті. Осы кезде кеме жағалауға келіп тоқтайды. Ханзада қалыңдығын ертіп сарайға қарай бет алады. Жолдан шаршаған кемедегілер жайда бет-бетімен тарайды. Сарайда тыныштық орнайды. Ұйықтамаған тек су ханшасы ғана. Түн ортасы ауып, түн жақындағанда қыз ақырын барып ханзаданың бөлмесіне кіреді. Ол қолындағы пышаққа кенет қаперсіз ұйықтап жатқан ханзадаға бір қарайды. Сүйіктісін өлімге қимайды. Маңдайынан сүйіп бөлмеден шығып кетеді. Жүрген қалпы тоқтамай жағалауға келеді. Таң енді ғана ата бастапты. Қыздың маңайында мөп-мөлдір ғажайып бір тіршілік иелері, ауа періштелері ұшып жүр. Енді міне су ханшасы да солар сияқты мөлдір тамшыға айналып, жоғары қарай қалықтай ұша бастады.